Баршаңызға сәлем, Айжанның асханасына қош келдіңіз. Қазіргі кезде кафелерде хит болып жүрген қазақтардың ойлап тапқан Ташкент шайын дайындайтын боламыз. Ең алдымен шайнегімізді қайнаған сумен шай аламыз. Лимон бөлігі, апельсин бөлігі, жалбыз, бал, набат және көк шай мен қара шай қажет болады. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырашаны басып кетіңіз. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке.